Республикалық физика-математика мектебінің 8-ші А сыныбындағы Оқысай оқырмандар клубы. Клубтың мақсаты оқушыларды оқырмандыққа баулу, көркем әдебиетке деген қызығушылығын арттыру, зиялы ұлт қалыптастыру. Дархан даланың дана перзенті ұлы Абайға 175 жыл толғанын 2020 жылы бүкіл елімізде атап өткенін білеміз. Біз де ұлы Абайға оның 175 жылдық мерейтойына үлес қосқымыз келді. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтықпалы соқпақсыз жерде өстім, мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма, деп өз өмірі туралы айтып кеткен ұлы Абай бабамыздың өмірімен, шығармашылығымен танысу біз үшін үлкен мәртебе. Ал біз оны қайдан білетін едік? Әрине, Абай жолы кітабы. Біз сынып болып, осы Абай жолы кітабын оқыдық. Мына суреттерден сіздер Абай жолының әр тарауындағы тараушаларды сыныптағы 27 оқушы бөліп алып, аптасына 2 күн, сенбі, жексенбі күндері кездесіп, яғни онлайн түрінде конференция өткіздік. Абай жолын оқып болғаннан кейін алған білімізді қорытындылау мақсатында мынадай тапсырмалар орындадық. Мысалы, Абайды қазақтың бас ақын деп жариялаған кім? Абайды жеңгелері қалай атаған? Абай алғаш сауатын қайда ашты? Абай арнайы медреседе және орыс мектебінде оқуға қанша жыл уақытын жұмсаған? Абай алғаш отау құрғанда жасы нешеде болды? Алғашқы өлеңін неше жаста жазды? Абайдың неше баласы болған? Тұңғыш баласының аты кім? Осындай 15 тапсырмадан тұратын сұрақтарға жауап беру арқылы оқырмандар конференциясының үздігін анықтадық. Назарларыңызға рахмет.